Шаңлақова Гүлмира Бауыржанқызы. 1977 жылы 12 желтоқсан күні Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Талап елді мекенде дүниеге келген. Гүлмира Бауыржанқызы 1984 жылы Талап елді мекеніндегі нөмірі 54 орта мектебіне 1 сыныпқа оқуға барады. 10 жылдық мектепті 1902 жылы тәмамдап, сол жылы Түркістан қаласындағы педагогикалық колледжге оқуға түседі. Оқуды 1996 жылы бітіріп, еңбек жолын Кентау қаласындағы нөмірі 10 жалпы орта мектепке бастауыш сынып мұғалім болып бастаған. 1997 жылы отбасын құрады. Сонымен қатар 1997 жылы Қызылорда қаласындағы нөмір 189 орта мектепте бастауыш сынып мұғалім болып жалғастырған. 2003-2006 жылдары Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата атындағы университетінде сырттай білім алған. 2010 жылы Түркістан қаласына қоныс аударып, мектебімізге жұмысқа орналасады. Гүлмира Бауыржанқызы қазіргі таңда 2 ұл, 1 қыздың аяулы анасы. Арманы Франция мемлекетіне саяхатқа шығу. Мақсаты Қазақстандағы 100 үздік ұстаздың қатарына ену. Өмірлік ұстанымы 7 рет өлшеп, 1 рет кесу. Марапаты Республикалық Ыбырай Алтынсарин медалімен марапатталған. Облыстық білім департаментінің қалалық білім бөлімінің мақтау қағаздарымен марапатталған. Бірнеше рет Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының марапатына ие болған.